Этникалық қазақ емес балалардың қазақ мектебінде оқу динамикасы артқан. Өткен жылы 50 мыңнан астам өзге ұлт өкілдерінің балалары мемлекеттік тілде білім алуға ниет білдіріпті. Бірақ қазақ сыныбына баратын оқушылардың үресі республика бойынша төмендеп кеткен. Былтыр 3 миллионға жуық оқушының 66% ғана қазақ сыныбында оққан екен. Бір аптадан кейін басталатын жаңа оқу жылында республика бойынша бірінші сыныпқа баратын 387 мың баланың тек 65%-ы қазақша білім алады. Мемлекеттік тілде оқуға деген ниет әсіресе солтүстік Қазақстан облысында бәсең екен. Мәселен, биыл бастауышқа қадам басатын 8 мыңнан астам баланың небәрі 21%, яғни 1700-ден астам оқушы қазақ сыныбына барады. Облыс орталығы Петропавл қаласында да баласын қазақ мектебіне беруге құлшынып отырған ата-ана саны тым аз. Тәуелсіздік алғалы бері Петропавлда 6 қазақ 31 орыс мектебі жұмыс істеп келеді. Биыл бірінші сыныпқа 3100 бала барады, оның 507-сі қазақ мектебіне барады. Қалған бала орысша оқиды. Орыс сыныптарында әрине қазақтың да балалары көп екені жасырын емес, бірақ бұл ата-ананың және баланың таңдауы. Министрлік соңғы уақытта мемлекеттік тілде білім алатын оқушылардың саны артты деп отыр. 5 жылдың ішінде қалалық жерлерде бас-аяғы 54 мектеп салынды, қосымша 140 мың бала қазақ сыныбына барды дейді. Бірақ қазақша оқуға деген ынта өзге ұлт өкілдерінде басым. Өткен оқу жылында қазақ тілінде 50 мыңнан астам басқа ұлт өкілдерінің балалары қазақ тілінде білім алды. Егер 5 жыл бұрын салыстырсақ, оның саны 20 мыңға артты. Ал саясаттанушы Дос Көшім қазақ мектебінде оқитын оқушылардың білім алу динамикасы керісінше соңғы жылда 25%-ға түсіп кетті. Сондықтан дәл қазір дабыл қағатын жағдайдамыз дейді. Бұған мемлекеттік тілдің қоғамдағы қажеттілігінің төмен болғаны себеп екенін айтады. 95-6 жыл бұрын бірінші сыныпқа өл 89% барады деді бір жылы. Келесі жылы Сағынтаевтың өзі премьер-министр отқанда айтты, 90% бірінші сыныпқа қазақ мектебіне берді деді. Демегеден 65 түсек, ол мүлдем кәдімгі апатты жағдай. Қазақ тілінің қажеттілігі барлық жерде жасаса, 2 жылдың ішінде орыс тілі мектептерінің ешкімге қажет жоқ болып қалады. Ең басты мәселесі ол. Қазақ сыныбындағы оқушылардың біртіндеп латын қарпін үйрену керек деген бастамада ата-аналардың ойын айнытты дейді Дос Көшім. Айта кетейік, Қазақстанда ұйғыр, тәжік және өзбек мектептері де бар. Бірақ түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуді мемлекеттік не орыс тілінде тапсыруы тиіс. Ербердәулет, Влад Шишко, Информбюро.